Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы және өте дәмді самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен қамырдан бастаймыз. Електен өткізілген ұн, 2 жұмыртқа, жылы суға тұз қосып жақсылап қамыр илейміз. Еленген қамырды бетін жауып 30 минутқа тындырып қоямыз. Қамыр дайын болам дегенше салмасын дайындаймыз. Менде тартылған ет және көп мөлшерде пияз қолдандым. Сіздердің өздеріңіз қалауларыңыз бойынша картоп, асқабақ қоссаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Дайын болған қамырларды бөліктерге бөліп, қамырды жайып, үстіне ерітілген майды жағып, оның үстіне тағы да қамырды қойып, тағы да май жағамыз. Май міндетті түрде 82%-дан асу керек. Дәл осылай орап, мұздатқышқа 1-2 сағатқа қойып, қолдана беруге болады. Мен 1 сағат өткеннен кейін қамырды шығарып, осындай бөлшектерге бөліп, көріп тұрғандарыңыздай ешқандай ұн қолданған жоқпын. Оқтаудың көмегімен орташа қылып есіп, ортасына салмасын салып, үшбұрышты қылып түйдім. Самсаларды түйіп жатқан кезде духовканы 200 градусқа қыздырып қоя берсеңіздер болады. Барлық самсаларды түйіп болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, әдемілік үшін мак немесе кенжут себуге болады. Қатпарлы әрі дәмді болып келетін самсаларымыз дайын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыз.